оқиға 2011 жылы болды. Ол кезде біздер 11 сыныптың гүлдей жайнаған, болашаққа аяқ басқан жас түлектері едік. Әрбіреуіміздің биік армандарымыз болды. Сол армандарға бірі жетсе, бірі жете алмай жарты жолда қалды. Қалғандары да болды. Мен баяндағалы отырған екі жігіт, екеуі де көршілер. Біздер бала кезден таныс едік. Бірге ойнаған күндеріміз көп болды. Бір ауылда, құмда ауылда тұратынбыз. Балалық шақта кеш батар балалар болып ойын қызығына тоймаушы едік. Сол кездері Айбек есімді сыныптасым әпкесімен еріп ойынға келетін. Өте тұйық, сүйкімді бала болды. Ал оның көршісі Айтөре, екеуінің отбасылары малшы, төрт түліктері өте көп. Ауқатты отбасы қатарына жатса да, кедейлік өмір кешетінін көзбен көріп өстік. Айтөре сыныптасым көп аса ауылда болмайды. Үнемі жайлауда, бала кезде қой бағып, малшының өмірін сүрген. Ара-тұра келгенде, жабайы адам секілді есік алдынан жылтыңдап, бізге қосылмай қарап тұратын еді. Кел ойнайық десе, біздерге тас лақтыратын. Содан ол Айтөреге анау айтқандай жыламаймыз, оны жабайы деп атандық, дейді. Айбек сыныптасым ол тұйық болса да үнемі бізбен бірге ойнап жүрді. Бірақ мамасы қолына таяқ ұстап, аянды айқайлап үйіне алып кетуші еді. Сөйтсек, ол да бала кезден мал бағатын кішкентай қойшы екен. Жылдар өтті. Мен ол жақтағы көшеден көшіп кеттім. Бірақ ол екі ұл менің сыныптасым болды. Екеуінің киген киімдері ескілеу еді. Ол жылдарды ескілеу киім кигенді қалыпты жағдай деп қабылдайтын. Сыныпта Айбек пен Айтөре сабақты жақсы оқыды. Бірақ үнемі сабақтан көп қалады. Десе де кез келген сұрақты қойса, мүдірмей жауап беретін. 11 сыныпқа аяқ басты. 2011 жылы мектептегі соңғы жыл болғасын, барлығы сабақтан қалмауға тырысса да, Айбек пен Айтөре жиі сабақтан қалатын. Мал бағатынын барлығы біледі. Айтөренің анасы өте қатыгез. Ол ескі малдың қиы шығып тұратын костюм шалбарды ұлына кигізіп жіберетін. Ақшасы болса да, ұлы сонда мектептегі ең нашар киім кигені үшін намыстанып, ешкіммен араласпайды. Тек менімен ара-тұра армандасады. Ал Айбек көңілді, еркін, барлығымен араласып кетеді. Кейде сабақтан қайтқанда жолымыз түйісіп, бірге әңгіме дүкен құрып, ол өзінің арманы шексіз екенін айтатын еді. Сондай-ақ ақ көңіл, ерекше жан болды. 2011 жылы наурыз айы. Үнемі көңілді Айбек сабаққа сол күні біртүрлі көңілсіз келді. Бір күні сабақ біткен кезде қоңырау үстінде менің парталасым маған қарай қағазды ұшақ ретінде ұшырып лақтырғанында партада отырған Айбекке тиіп кетті. Орнынан атып тұрып, көздері қызарып кеткен Айбек әлгі қағаз ұшақ лақтырған сыныптасымның мойнынан ұстап, жоғары қарай көтерді. Ұлдар жабылып айыра алмай жатты. Мұғалімдерді шақырып, әзер дегенде Айбекті ажыратып алғанда бәріміз шошыдық.